Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін Ғақлия бағдарламасы ақыл, қайрат, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып ғылымның алдына кетті деп басталатын Абайдың 17-ші қара сөзі. Осы 17-ші қара сөз бүгінгі тақырыбымыздың арқауы болмақ. Бүгін Ғақлия бағдарламасының тұрақты сарапшысы Омар Жәлелұлы. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Бірінші сұрақ, қазір кезде IQ, интеллектуалдылық деген түсініктер өте көп. Бұл тиісінше ақылдың басқа бір арнаға ауысқан көрініс беретін сияқты. Осы ақыл туралы өзіңіз айта кетіңізші. Осы кезге дейін, осы 21-ші ғасырға дейін дейікші, IQ, яғни интеллектуалдық өлшем бірінші орында тұрған рас. Қазір қуанышқа қарай, қуанышқа орай IQ-дің орнынан EQ ауыстырып отыр. Яғни emotional коэффициент, эмоция, жүрек бірінші орынға шығып жатыр. Жақында ғана өткен халықаралық кәсіпкерлердің жиынында атақты Қытайдың іскері Джек Ма, сол ол кісінің айтуынша қазіргі кезде LQ, яғни love Q, яғни махаббат мәселесін, махаббат адамның сүйе білу қабілетін бірінші орынға қою керек деген пікір айтып отыр. Сонда қарасаңыз, Абайдың көріпкелдігінде, Абайдың ілімінің ақиқатқа негізделгендігінің бұл тағы бір дәлелі. Біз соған келдік ақыры. Өйткені Абай айтып отыр ғой, ақыл, қайрат, жүрек үшеуі айтысып ғылымға келген кезде, ғылым приоритетті жүрекке береді. Сонда ғылым айтады ақылға, ақыл сенің қырың көп дейді. Сен адамды кейде жақсылыққа да бастайсың, жамандыққа бастайсың. Қайрат, сеніңді, сенсіз бірде-бір адамды ісі бітпейді, сен де адамды кейде жақсылыққа бастайсың. Егер осы үшеуінің біреуі болмай қалсайды адамның бойында, ол адам дейді, жарымес дейді. Жарымес деген не? Жөнді жоқ, үшеуінің, Абай айтып отыр ғой, үшеуінің күні жоқ, біреуінсіз дейді, бір-бірінсіз. Жөнді жоқ, жарыместі жақсы демек дейді. Сонда егер адам ақылмен ойлап алмаса, істейтін ойын. Егер ол сонда ақылмен ойлап алмай, бүкіл өзінің қайратын ысырап қылған болып табылады. Яғни өнбейтін жұмыспен айналысады. Өзі Абай айтады, өнетін іс өнбейтін іс дейді. Болымды іс болымсыз іс дейді. Сонда өзінің ісіңді, қайратыңды ысырап қылмау үшін адам алдына мақсат қою керек. Мақсатты әрине біз ақылмен қоямыз. Ғылымға барған кезде жүрекке барлығын жеңдірген. Осы жүректің Абайдың шығармашылығында түрлері осы түрлері туралы айтып. Ол енді Абайда негізінен ол жүрек деген кезде Абай ет жүрек деп қолданады ғой. Ет жүрексіз өтмейді. Ал бұл жүрек бөлінетіні мәшһүр деп бөлінеді. Мәшһүр батамыз айтады, өзі екі жүрек бар дейді. Біреуі қан айдап тұрған жүрек дейді. Қойдың басындай ондай жүрек итте де бар дейді. Яғни ол жүрек емес. Ол жаңағы физикалық мағынасындағы, тура мағынасындағы жүрек. Сосын рухани жүрек дейді. Ол рухани жүректі қазақтар көңіл деген, арабтар қалып деген, парсылар діл деген. Міне әңгіме осы жайында болды, көңіл жайында. Қазіргі кезде мына рухани жүрек мәселесі бірінші орынға шығып отыр. Неге? Өйткені адам тек қана су қалғанша, ол хайуанның ар жақ бер жағы болады, тіпті хайуаннан да бетер болып кетуі мүмкін. Ондай адам қауіпті. Неге? Өйткені ол бәрін есепке құрады. Шын мәнінде қазіргі кездегі кейбір адамдар мысалы ақша әрине ақылмен табылады, рациональный ойлаудан табылады. Бірақ егер сен тек қана сол ақшаны соңынан қуып кетсең, хайуан болып кетесің. Содан Абай жүрек мәселесін осы жерде де қосады. Әрине маңызды деген жақсы дейді. Ғылыммен айналысқан жақсы дейді. Бірақ онда негізгі мақсатың дейді, ол біреуге көмектесемін деп маңызды дейді. Пайдалы боламын деп маңызды. Сонда Құдайдың жолында боласың дейді. Сонда мынау Абай осы адамның бойындағы үш қасиет. Құдай тағаланы дейді, рационалды тани алмайсың дейді. Өйткені Құдай тағала ол өлшеусіз, біздің рационалды ақылымыз өлшеулі ғой. Бірақ біздің Құдайды танитын, Құдайды сезетін, білетін жүрегіміз бар дейді Абай. Сонда Абай айтады, ақыл мен хавас дейді, барлығын, ақыл деп отыр, ол рационалды, хавас деген сезім. Барлығын Алланы білмейді, жүрек сезедір дейді. Мүттәкәлемен мантиқен бекер босқа езер. Содан шын мәніндегі Алла Тағаланың өзінің құдси хадистерде айтады ғой, жүрек неге Алла Тағаланы тани алады дегенде Алла Тағала айтқан екен, мен ешқайда сыймаймын,
мен ғаршы күрсіге сыймаймын, лахул махфузға сыймаймын, 18.000 ғаламға сыймаймын, мен адал құлымның жүрегіне сыямын деген. Содан көңілге Алла сыйып тұр. Содан қазақ неден қорқады? Көңіліне Алла қарамай қоймай деп қорқады. Содан көңілге Алла қарамай қоймау үшін адам не істесе де жаманды жасамау керек. Абай соған айтып отыр. Содан жүрек соңғы инстанция. Бас ойлайды, ми ойлайды, жүрек қалып келеді. Жүрек жақсы болса мақұлдайды дейді, жаман болса жиіркенеді дейді. Абай осы қара сөзінде осы түйіннің шешімін неге ғылымға тапсырды? Өйткені Абай айтып отыр ғой. Баланың дейді, қандай да бір бала дейді, ғылымды махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Өйткені ғылымға деген махаббаттан осы ақыл, қайрат, жүрек ұғымдары, олардың орналасу реті, бір-біріне бағыныштылығы деген мәселелердің барлығын адам ғылыммен ғана біледі екен. Яғни ғылымға махаббат оянбаған адамды Абай адам демейді. Әрине, ондай адамдар, егер адам дейді махаббатпен көксемейтін болса дейді, онда адам жоқ дейді. Сонда адам болу дегеніміздің өзі, Алла тағала жаратқан ақылды жанның өзінің азығын беру арқылы болады екен. Ал ақылды жанның азығы ол ғылым. Яғни Абай айтады, бала дүниеге келгенде екі түрлі мінезбен туады деп отыр, көрсем білсем. Сонда адам егер өзі ғылыммен айналыспаса, оның жаны адамның жаны болмайды екен, оның хайуанның жаны болады екен. Содан біздің жаңағы мәшиналыс адам болыпты ғой, бір қызметке орналасса адам болыпты ғой, бір креслоға отырса дейміз ғой, оның бәрі бұна өсу, даму тұрғысынан дұрыс, бірақ мәндік тұрғысынан жеткіліксіз. Мәндік тұрғысынан, яғни мынау үлкен мағынасында адам тек қана Алланы танығанда, дүниені танығанда, және өзін танығанда ғана адам болады. Абайда үш таным бар. Сол үш танымға жетелейтін ғылым дейді. Егер біз қазіргі кезде егер балаң адам болсын десең, оның ғылымға деген махаббатын ойып тұрады. Қалған шаруаны неге біз біліп отырмыз? Ақылмен қайрат жүрекке бағыну керек екен. Өйткені бұны қалай біліп отыргенде Абай ғылым арқылы біліп отырмыз дейді. Сол Абай айтады, егер сен ғылымға деген махаббатың жоқ болса, онда Алланы да тани алмайсың дейді. Бұл ғылым деп тұрғаныңыз, бұл қандай ғылым? Наука емес бұл. Біз қазір ғылым деген наука деп ойлаймыз ғой. Ғылым деген негізінен знание, білім. Знание. Араб тіліне аударғанда ғылым деген ол знание. Содан Абай айтады, махаббат болу үшін дейді, махаббат әуелі адамның адамдығы дейді. Яғни адам болып жаратылуын керек. Екінші ғылым, ақыл деген нәрселер бірлән дейді. Яғни махаббат тек қана ғылым арқылы болады. Алла тағала ғылымды жаратқан, сол ғылымды ақылмен танисың, таныған нәрсеңе ғашық боласың, сода махаббат пайда болады екен. Сонда Абайдың қынжылатын сол, танымассың, көрмессің, басқан соң көзді шел дейді. Қазақ айтады, көзін шел басып кетті дейді. Яғни не? Көзін шел басып деген танымы шектеулі адамды айтып отыр. Немесе көзінен басқа ойы жоқ, әдеті надан адамның дейді. Яғни көрсе ғана, рационалды ғана ойлайтын адамды Абай надан дейді. Неге? Өйткені құнды нәрселердің бәрі көзге көрінбейді. Құдай, періште, о дүние, ақирет, бақыт, махаббат деген нәрселер көзге көрінбейді. Оны тек қана жүрекпен сезесің. Егер сен жүрегің тас жүрек болып кетсе, Абайда жүректің екі түрі бар, тас жүрек және жұмсақ жүрек. Жұмсақ жүрек ол таным иесі. Тас жүрек дүние қуған адам, тек қана малды ойлайтын адам. Оның жүрегі қатайып кетеді екен. Бәрекелді аға, рахмет сізге. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, біздің каналдың тұрақты көрермендері, ой майданының өкілдері, келесі тақырыпты Алла қаласа біз Мәшһүр Жүсіп философиясындағы дем философиясын арнаймыз. Яғни адамның өмір қуаты, өмір сүру сапасы демге байланысты және оның шарттары туралы сөз қозғаймыз. Егер осы тақырып бойынша ұсыныс тілектеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласуларыңызға жазбаша түрде комментарий жазыңыздар астына. Болады.